Барлық қазақстандықтарға жалынды сәлем. Сіздермен бірге мен Сайлау Абди емес, Абди Сайлауов. Неге Сайлауов? Потому что барлығы мен Сайлау дей береді, и поэтому каналдың атында жазып қойдым Сайлауов деп. Сайлауов ол менің фамилиям. Бүгін біз Америка консулдығындағы интервью туралы айтатын боламыз. Америкаға келіп өзінің армандарын орындағысы келетін әрбір қазақстандықтың алдында үлкен есік тұр. Ол виза алу үшін өтетін ақш консулдығындағы интервью. ақш консулдығындағы интервью тек қана сіздердің не үшін бара жатқандарыңыз, жұмыс орындарыңыз немесе отбасылық жағдайларыңыз туралы айтып беру ғана емес, ол сонымен қатар сіздердің осы визаны алуға лайықты екендеріңізді дәлелдеу болып табылады. Интервьюға жазылған күннен бастап сіздің бір аяқтарыңыз уже Америка құрама штаттарында, ал келесі аяқтарыңыз Қазақстанда деп есептей беруге болады. Бүгінгі видео біздің көбінесе психологиялық тұрғыдан қалай өту керек, адам өзін қалай ұстану керек, қалай сөйлесу керек, және де қандай белгілі бір орысша айтқанда фишка дейді ғой, сондай бір сөздерді қолдану қажет, сол туралы айтатын боламыз. Америка құрама штаттарының консулдығынан интервьюден өту үшін ең бірінші сізге қажетті нәрселердің бірі ол сіздің ойлау әдісіңіз. Егер де сіздің ойлау әдісіңіз дұрыс болатын болса, онда сіз оп-оңай өзіңіздің ойыңызды сөздер арқылы жеткізе аласыз. Америка құрама штаттарына виза алуда ең үлкен қателіктердің бірі, сонымен қатар виза алуға мақұлданбау себептердің бірі адамдардың интервьюда өзінің ойларын білдіре алмауы, екі сөздің басын қоса алмауы. Америкалық визаны ала аламын ба, аламаймын ба деген ойлардың салдарынан адамның өз-өзін психологиялық қорлауы әсерінен интервьюға кіргенде консулдың алдында сенімділігінің жоғалуы, адамдардың қобалжу салдарынан айту керекті сөздерді ұмытып қалуы, сондай себептер жатады. Сол себепті интервьюда өзіңіздің ойыңызды жетік білдіру үшін келесі әдісті қолданыңыз. Ол әдіс қалай? Сәл ғана елестетіңіз. Мысалы, 20-30 жылдан кейін, 50 жылдан кейінгі өміріңізді. Сіздің бала-шағаңыз бар, немереңіз бар, шөберелеріңіз бар. Өміріңіз өте күшті, үйіңіз бар, жұмыстарыңыз бар, істейтін немесе зейнеткерге шыққансыз, өміріңіз өте күшті. Және де сіз сол кезде артқы өмірлеріңізге біраз көз тастаңыз. Сол кездегі көзқарасты просто өзіңізге салып көріңіз де ойлап қараңыз. Өміріңізде сізде қаншама қиыншылықтар өтті, қаншама жақсы кездер де өтті, жаман кездер де өтті. Соның барлығын есіңізге түсіріңіз. Мысалға келсек, қарт адам болған кезіңізде есептейік. Сонда мен сіздерге 100% кепілдікпен айтамын, сіз ол келеңсіздіктің жаман нәрселердің арасында Американың консулдығынан өткен кезде есіңізге ала алмайсыз. Себебі сіздер жалпы өмірлеріңізді алғанда Американың визасын алу-алмау ол сіздердің жалпы өмірлеріңізге үлкен әсер етпеу керек. Бұл жағдайды сіз тек қана сіздің өміріңізде моншақтардың келесі жалғасы ретінде деп қарауыңыз қажет. Көбінесе интервьюға кіріп визасын алып шығатын адамдардың айтатын бірақ сөзі бар. Интервью деген осындай болады ма не деген. Сонда байқап отыратын болсаң, интервью деген өте жеңіл нәрсе. 2-3 минут, 4 минуттай уақытқа созылады. Сол уақыт аралығында сіздер барынша өздеріңіздің сіздерге не үшін виза қажет, не үшін Америкаға баруларыңыз керек, және де Қазақстанмен байланыстарыңызды дәлелдеулеріңіз керек. Ал интервью оңай екен деп дайындалмай қоя салуға болмайды. Себебі интервью барысында сіздер алдыменен консулдың алдында психологиялық басымдылықты көрсетулеріңіз керек. Сол себепті консулдың алдына келген уақытта сіздерде бір ой болу керек. Бұл америкалық визаны алу-алмау мен үшін өте қатты маңызды емес. Егер де мен осы визаны ала алмай қалатын болсам, мен өмірім күрт өзгеріп кетпейді. Мен осы визасыз да өмірде көптеген нәрселерге жете аламын. Ал менің өзім алға қойған мақсаттарымды орындауым үшін бүгін визаны міндетті түрде алуым керек. Міне, осындай ой болу керек сіздердің бастарыңызда. Мұның бәрін айтып жатқан себебінің бірі, сіздер консулдың алдында психологиялық тұрғыда демалуларыңыз қажет. Осындай әдістерді қолданатын болсаңыз, консулдың алдында қобалжымайтын боласыз. Ойларыңызды ретке келтірдіңіз, өз-өзіңізбен келістіңіз, ішкі қобалжулардың бәрін сыртқа алып тастадыңыз деңіз. Ал енді келесі жақсы сөйлеу үшін бізге ақпарат қажет. Негізінде Америка құрама штаттарының консулдары қоятын миллиондаған сұрақтар бар. Ол сұрақтардың бәрін санына жету мүмкін емес. Сол себепті сіздің өміріңізге, жұмысыңызға, анкетадағы ақпараттарға байланысты консул әртүрлі сұрақтарды ойынан шығарып қоя беру мүмкін. Ал бұл сұрақтардың барлығына қалай дайын болу қажет? Сол үшін мен осы видеоның астында Америка консулдығы қою мүмкін сұрақтардың тізімін жариялаймын. Сол себепті сіздер сұрақтарды алып, әр сұраққа
кем дегенде бірнеше жауаптан жазып, әрбір сұрақты бірнеше жауаптардан жазып қайталап айтамын. Соның барлығын дайындап алу қажет. Мысалы, сіз Америка құрама штаттарына қандай себеппен бара жатсыз? Сіз Америка құрама штаттарында қандай қалаларда боласыз? Сіз Америка құрама штаттарында қанша күн боласыз? Қашан қайтасыз? Сізді кім күтіп алады? Америкада туысқандарыңыз бар ма? Қай жерде жұмыс жасайсыз? Айлығыңыз қанша? Жұмысыңызда не істейсіз? Отбасылық жағдайыңыз қалай? Отбасыңызда қанша адам? Отбасылық жағдайыңыз қалай? Үйленгенсіз бе, үйленбегенсіз бе? Балаңыз бар ма, жоқ па? Қандай оқу орынға түскіңіз келіп жатыр? Ол оқу орынды оқу не үшін сіз үшін өте маңызды? Америкаға барып келу сіздің өміріңізді қаншалықты өзгертеді? Қаншалықты сіз үшін Америка құрама штаттарына бару міндетті? Осы сұрақтардың барлығын сіздер алып, әрқайсысына бірнеше жауаптан жазып дайындауларыңыз қажет. Келесі ретте сіздер сол жауаптардың барлығын аласыздар және де арасынан ең қызықты, ең қажетті, ең көп ақпарат беретін нұсқалардың бәрін таңдап алып, логикалық тұрғыдан алғанда бір-біріне сәйкес келетін баян, бағдарлама, оқиға құрастыруларыңыз қажет. Келесі ретте сіздер осы құрастырылған оқиғаны жаттап оқып алып дайындалып, ішкі сүзгілеріңізден өткізулеріңіз қажет. Ақпараттарды қай жерден алам дейтін болсаңыз, интернетте өте көптеген Америкадағы баратын, қыдыратын, басқа да жерлер өте көп, оқу орындары, музейлер, сондай өте көп жерлер бар. Солардың барлығын сіздер интервьюға дейін біліп, ұғынып, оқып алуларыңыз қажет. Келесі ретте сіздер барлығын дайындалып алыңыздар, оқып, жаттап алыңыздар. Жаттап алу айтатыным өте маңызды. Жаттап алу дегенде сіздер оны қайтадан жаттанды түрде айту емес, жаттап алған нәрсені сіздер әбден миыңызда сақталғаннан кейін, сіз оны көңіл күймен, белгілі бір серпіліспен, толқынменен айта білу қажет оны консулға. Сонымен қатар ескере кететін жағдайлардың бірі, консул көп сұрақ қоюға тырыспайды. Сол себепті сіздер әрбір қойылған сұраққа толық, нақты, детальды түрде информация, ақпарат берулеріңіз қажет. Кейде консулдар сізді берген ақпараттарға толыққанды жауабын ала алмайтын болса, ол сізден қайтадан сұрауы мүмкін, бірақ оның өзі өте жиі сұрайды, өте кей кездері ғана сұрайды. Сол себепті сіздер бірінші сұрақтан бастап ақпаратты толық, нақты, детальды түрде беру қажет. Адамдарға түсіндіре білу, информацияны, әрбір сөздерді жеткілікті түрде жеткізе білудің өзі ол өнер. Ал өнер біз білеміз, қайталану арқылы келеді. Сол себепті консулда қойылатын сұрақтарға арналған жауаптарыңыздың барлығы дайын болғаннан кейін, сіздер белгілі бір достарыңызды, таныстарыңызды, әке-шешелеріңізді, іні қарындастарыңызды жаңелдегі сұрақтарды беріп, консул менен өзіңіздің рөлдеріңізді біраз сомдау қажет. Осы бір сұрақтан әбден мүйізі шыққанша талқылап жауап беріп, кем дегенде бір 500-600 рет қайталау қажет. Сіз қателескен жоқсыз, 500-600 рет қайталау керек. Бұл жерде ең маңызды нәрселердің бірі, бір адаммен ғана емес, бірнеше адамдармен көру қажет. Сондай-ақ интервьюді жүргізіп отқан достарыңыздан әрқайсысынан сұрау қажет. Қандай жерлерде қате кетті, қандай жерлерде дұрыс айтпады, қандай жерлерде көздерінде ойнақтап кетті, қандай жерлерінде қорқыныш, сенімсіздік немесе қобалжу басым болды, қандай жерлерде кейбір сөздерді дұрыс айтпады, толық информация ала алмады. Соның бәрін интервью жүргізіп отқан адамнан біраз сұраңыздар. Және де біраз тәжірибеден өткізіп әбден дайындалу қажет. Жаңелдегі айтқан түзетулерді параққа жазып алыңыздар, қайталап соны жаңелдегі өшіріп тастауға тырысыңыздар, қателіктердің барлығы. Ал енді сіздер осы жерде оқу орындарыңыз, ата-аналарыңыз, жұмыс істеген жерлеріңіз, жетістіктеріңіз туралы айта берудің қажеті жоқ. Себебі оның бәрі анкетада онсыз да көрсетілген. Сол себепті интервьюдағы ең бастапқы толқында адам өзінің сыртқы имиджіне, сөйлеген сөздеріне, киінген киіміне, бір сөзбен айтқанда сырт келбетіне көңіл бөлу қажет. Мысалы, біз өзіміздің тәжірибемізде көптеген адамдарға шаштарын өстіргіздік, шаштарын алдырғыздық, боятқыздық, жүзік, сырға, моншақ таққыздық. Ерекше имидж жасадық. Керек десеңіз кейбіреулеріне өзінің жынысына сәйкес келмейтін имиджді жасадық. Оның барлығы бірақ нәрсе үшін. Бірінші секундтан бастап консулдың алдында азиялық адам емес, көбінесе европалық тәрбие танымға сәйкес келетін адам ретінде көзқарасты қалыптастыру. Бұны қалай түсінуге болады? Мысалы, сіздер өздеріңізге елестетіңіздер. Сіздер кеден бақылауында офицер болып жұмыс істейсіздер. Мысалы, Шымкент қаласында, Шымкент, оңтүстік Қазақстан облысы, Жетісай қаласында, допустим.
Біз білеміз, экономикалық жағдайларға байланысты Қазақстанға Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан мемлекеттерінен көптеген адамдар жұмыс жасауға, отбасын асырауға келеді Қазақстанға жұмыс істеуге. Ал енді осы кезде біздің мемлекеттен басында отырған адамдар мысалға алғанда бұйрық берсін деп шешті дейік. Яғни Қазақстанға туристерді ғана кіргізіңдер, ал жұмыс істеуге келетін иммигранттар оларға кіргізуді тоқтатыңдар деген. Ал енді сіз кеденнің офицері ретінде алдыңызда келесі мақсат тұрады. Ол Қазақстанға келген әрбір адамдарда жұмыс істеуге келді ма, немесе туристік жоспарлармен келгендігі ма. Сол себепті сіз не істейсіз? Әрине, ең бірінші кезекте адамның сырт келбетіне, сөйлеген сөздеріне, киінгеніне, сыртқы имиджіне бірінші көңіл бөлесіз. Егер де жаңелдегі Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан азаматы сіздердің сыртқы келбеттеріңізге келмей тұратын болса, әрине сіз оларға Қазақстанға кіргізе алмайсыз. Дәл сол секілді Америка Құрама Штаттарының консулында отырған офицерлердің барлығын ең бірінші мақсаттардың бірі сіздердің Америкаға қандай мақсатпен бара жатқандықтарыңызды анықтау болып табылады. Қазақстанда жыл сайын мыңдаған адамдар, оның ішінде артистер де бар, көптеген мемлекеттік қызметкерлер, бизнесмендер Америкаға жай әшейін демалуға келеді. Сол себепті сіздер бірінші секундтан бастап консулдың алдында осындай пікір қалыптастыруларыңыз қажет. Мен Астанадағы Америка Құрама Штаттарының елшілігінде жұмыс істеген, ал қазіргі таңда Нью-Йорк қаласында Қазақстанның Америка Құрама Штаттарындағы елшілігінде жұмыс істейтін қазақ кісімен сөйлескенмін. Сонда әлгі кісінің айтатын сөзі рас. Ол айтады, интервьюға келіп атқан әрбір адамның көзінде қарап тұрсаң, қорқыныш пен сенімсіздік лаулап тұрады дейді. Міне осы нәрсені алып тастау керек. Сол үшін не істеу қажет? Жаңелдегі айтып кеткен нәрселердің барлығын қайталау керек, сөздердің барлығын жаттау керек, еш нәрсені ұмытып қалмау керек, практиковать ету керек, тәжірибе. Ал интервью кезінде консул сіздерге әртүрлі сұрақтарды қоя бастағанда, сіз уже басыңызда жаттап алған нұсқалардың барлығын айналдыра бересіз, және кез келген кезде өзіңіздің жауаптарыңызды нақты логикалық тұрғыдан алғанда бір-біріне сәйкес келетіндей етіп жауап бере бересіз. Ал енді интервьюдің өзіне келейік. Интервьюге бір күн алдын дайындалғаннан кейін сіздер түніменен жақсылап ұйықтап демалу қажет. Ал азанда тұрғанда қайтадан дайындалуға мен ойымша болмайды. Себебі сіздер именно сол күні психологиялық тұрғыдан алғанда демалуларыңыз керек. Ал интервью болатын күні таңғы асқа мына жерде ананас, банан, орех, қара қантсыз шоколад, қызыл немесе қара икра, балдырық дейді, голландық ірімшік, сүзбе дайындап қойыңыз бір күн алдын. Себебі осы азық-түліктердің ішінде адамның көңіл күйін көтеретін триптовитаминдер өте көп кездеседі. Осындай таңғы астан кейін, шамамен 20-30 минуттан кейін триптовитаминдердің барлығы адамның организміне енгеннен кейін настроениеңізді, басқаңызда тез арада көтеріліп, қобалжудан сәл де болсын аулақ боласыз. Ал егер де сонда да интервьюда қобалжығаныңызды жеңе алмаймын деп ойлайтын болсаңыз, онда парақ алып, өміріңіздегі ең күшті, ең тәтті кездер болады, бақытты кездер болады адамның. Сол кездердің барлығын 1, 2, 3 деп қаншасы бар барлығын тізіп жазып шығу керек. Ал келесі бетіне сіздің алға қойған мақсаттарыңыз, болашақта 10 жылға қойып қойған алға қойған мақсаттарыңыз, пландарыңыз. Себебі әрқайсымызды болашаққа жетелеп отыратын, өмір сүруге құлшыныс беретін ол әрине біздің алға қойған мақсаттарымыз, армандарымыз. Сол себепті солардың барлығын жазып параққа өзіңізбен бірге алып алыңыз. Интервьюдің кезінде кезегіңізді күтіп отқанда қобалжып қайта-қайта дайындалудың орнына солардың барын қайта-қайта оқып, өз-өзіңізге біраз сенімділік алуға болады. Сол себепті мен сіздерге жіберетін 10 шақты кесте бар. Ол адам өз-өзін қалай сөйлеу керек, қалай ұстау қажет, қандай нәрсені айту керек, қандай нәрсені айтпау керек, қалай киіну керек деген секілді. Оны мен міндетті түрде жіберемін. Ал енді бүгінгі біздің интервьюдің негізгі құлпынайы, орысша айтқанда фишкасы, интервьюда сіздерге 100% кепілменен өтуге мүмкіндік беретін интервьюдің негізгі тәтті жері туралы айтамын. Келесі ретте сіздер интервьюдан өтіп жатқан өзге адамдардан ерекшеленуіңіз қажет. Консулдар шамамен бір күнде 30, 40, 50-ге дейінгі адамдарды алдына интервьюдан өткізеді. Және күн сайын олардың жұмысы тек қана сол. Ал енді жаңелдегі айтқандай сіздерге қаншама тапсырып атқан адамдардың арасында ерекшелену қажет. Ал ерекшеленуді қалай жасаймыз, қандай әдіс қолданамыз? Қазіргі таңда
Америкаға виза беру бермеуді шешетін екі қалада, Астана мен Алматыда 4 консул бар. 4 консулдың біреуі қазіргі таңда әйел кісі, қалған үшеуі ер кісілер. Білеміз, ер кісілерге көбінесе не ұнайды? Спорт, машина, техника, запчасть, бизнес, ақша, хип-хоп музыка, әсіресе американдықтарға америкалық джаз, блюз музыкалар өте қатты ұнайды. Ал қыздарға келетін болса, көбінесе әншілер, әсемділік, бьюти, бейне, фильм, какой-то выставка, табиғат, музыка, сондай нәрсе әйелдерге өте қатты жақын. Сол себепті сіздер осы ретте өздеріңіз интервьюға қажетті өмірлік қызығушылығыңыз туралы дайындалуыңыз қажет. Ол қалай болады? Мысалы, сіздерге автокөлікпенен биологиялық, мысалы, динозаврлар өте қатты ұнайды. Сіз ақш-тың консулдығына кірдіңіз, Америкаға қандай жағдайлармен баратыныңыз туралы айтып жатырсыз. Сол реттерде қосып жіберсеңіз болады. Егер де ер кісілі консулға түсетін болсаңыз, өзіңіздің автокөлікпенен қызығушылығыңыз бар екендігінің, Лос-Анджелестегі автокөлік музейлері бар екендігін, әйгілі Линкольн автокөлігі, запчастары, сол туралы бірнеше бір қызықты мәліметтерді айтып, консулдың қызығушылығын тудыру қажет. Ал егер де әйел кіретін болса, сіз оларға динозаврлар туралы, Нью-Йорк музейіндегі динозаврлардың мүсіндері туралы, немесе тарих туралы, табиғат, сондай әртүрлі өзіңіздің өміріңіздегі қызығушылық туралы айта беруге болады. Егер де сіздердің белгілі бір өмірдегі қызығушылықтарыңыз, жаңағы айтқан спорт, немесе басқа да бір салалар, какой-то белгілі бір футбол клубы, немесе әнші топ, немесе музыкалық аспаптарда ойнау, сол консулдың ойымен сәйкес келетін болса, сонда сіздер ешқандай кедергісіз 100% консулдан виза алу мүмкіндіктеріңіз бар. Мысал ретінде сіздерге бір қысқаша мәлімет айтайын. Біздің Қазақстандағы консулдардың бірі 80-90 жылғы американдық рок-н-ролл музыкасын өте қатты жақсы көреді. 80-90. Айтылған нәрселердің бәрін қайталап өтейік. Ең бірінші, ойыңызды еркін жеткіңіз, ал ол үшін психологиялық тұрғыдан алғанда дайын болыңыз. Екінші, айтылған әрбір сөздеріңізді айта отырып, өз-өзіңізді сенімді ұстаңыз. Ал ол үшін сұрақтарға жауапты алдын ала жазып алып, дайындалып, жаттығу керек. Ал үшінші, әрине мен айтқан жаңылдегі құлпынайды қолдану қажет. Барлықтарыңызға сау, қазақ елі алда келе жатқан интервьюларда өтіп кетулеріңізге барлықтарыңызға тілектеспін. Ал біз Америка құрама штаттарында жүрген қазақтар болашақта бүкіл жиған білімдерімізді, ілімдерімізді, тәжірибелерімізді арқалап алып, Қазақстанға жаңа дәуір алып келуіміз қажет. Сау болыңыздар.